Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін сіздермен мен Оразбаева Гүлнұр Елубайқызы. Қазақ тілі сабағы 3-ші сынып. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен бөлімі. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қыстырма сөздер. Сабағымыздың мақсаты: бүгін сіздер қыстырма сөздерді ажыратуды және тыныс белгілерін дұрыс қоюды білетін боласыздар. Балалар, мына мәтінге назар аударайық. Бір күні Асан интернаттың ауласынан шығып, орталықтағы ойыншықтар сатылатын дүкен жаққа барды. Қалтасында бір тиын ақшасы жоқ болса да, жай әншейін қызық үшін бұрыла салып еді. Дүкен ішіндегі әртүрлі ойыншықтарға қатты қызықты. Әсіресе қорабы қызыл, кабинасы сары машинаны айтсаңшы. Шіркін, осы машинаны сатып алса ғой. Балалар, мәтіннен Асанның сезімін білдіретін сөзді табайық. Дұрыс айтасыңдар. Шіркін. Шіркін сөзі Асанның ойыншыққа қатысты ойын білдіріп тұр. Демек, шіркін сөзі қыстырма сөз. Қыстырма сөз дегеніміз не екен, балалар? Назар аударайық. Қыстырма сөз сөйлеушінің айтылған ойға әртүрлі көзқарасын, сезімін білдіретін сөздер. Қыстырма сөз айтылған ойына автордың сенімін, күдігін, жорамалын, тағы басқа көзқарасын аңғартады. Қыстырма сөздер сөйлем мүшесі бола алмайды. Мысалы, бәсе солай болады деп айтып едім ғой. Меніңше ол сабаққа кешігіп келеді. Әрине, оның айтқаны дұрыс. Бұл сөйлемдердегі қыстырма сөздер: бәсе, меніңше, әрине. Балалар, осы жаңа тақырып төңірегінде берілген тапсырмаларды орындайық. Бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Кестедегі сөйлемдерді оқып, оларды өзара салыстыр. Бірінші кестедегі: әрине еңбексіз ерде жерде көгермейді. Биыл несін айтасың? Егіннің шығымы өте жақсы. Меніңше, бұл өте мықты адам. Мүмкін, сіз оған көмектесерсіз. Еңбексіз ерде жерде көгермейді. Биыл егіннің шығымы өте жақсы. Бұл өте мықты адам. Сіз оған көмектесерсіз. Сөйлемдердегі қарамен берілген сөздерге назар аударайық. Әрине, несін айтасың? Меніңше, мүмкін. Олардың сөйлемге қандай мағына үстеп тұрғанын байқаңдар. Әрине, несін айтасың? Меніңше, мүмкін сөздері қыстырма сөздер. Олар сөйлеушінің әртүрлі мағынасын үстеп тұр екен. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Айтыс. Сиыр, ат, ит, қожамыз қайсымызды жақсы көреді? Деп айтысады. Әрине, мені жақсы көреді, деді ат. Мен оның отынын, шөбін тасимын. Қожаның өзі мініп керек жерлеріне барады. Сөз жоқ, қожа мені жақсы көреді, деді сиыр. Мен оның бала-шағасын сүтіммен асыраймын. Жоқ, мені жақсы көреді, деп ырылдады ит. Мен оның барлық мүлкін және сендерді де күзетемін. Бұлардың сөзін естіген қожасы: босқа таласпаңдар, сендердің бәрің де маған керексіңдер, деді. Балалар, айтысқа қандай жануарлар қатысты? Дұрыс айтасыңдар. Айтысқа сиыр, ат, ит қатысқан екен. Жануарлар не туралы айтысты? Қожамыз қайсымызды жақсы көреді деп айтысты. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Қожаның айтқанымен келісесіңдер ме? Жарайсыңдар, балалар. Әрине,
қожасының айтқанымен келісесіңдер. Себебі бәрің де маған керексіңдер деді. Мәтіндегі қарамен жазылған сөздерге назар аударайық. Әрине, сөз жоқ. Бұлар қандай сөздер, балалар? Дұрыс айтасыңдар, қыстырма сөздер. Келесі үшінші тапсырмаға назар аударайық. Сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Қыстырма сөздерді тауып, олардың тыныс белгісіне назар аудар. Қыстырма сөздің тыныс белгісі қалай қойылатынын өзің тұжырымда. Жас болсақ, балалар, дұрыс жауаппен тексерейік. Қыстырма сөздер: әрине, сөз жоқ, әрине. Дұрыс айтасыңдар, балалар. Енді осы қыстырма сөздердің тыныс белгісіне назар аударайық. Егер қыстырма сөз сөйлемнің басында келсе, үтір қыстырма сөзден кейін қойылады. Егер қыстырма сөз сөйлемнің ортасында келсе, қыстырма сөздің алдында және қыстырма сөздің соңында үтір қойылады екен. Жарайсыңдар, балалар. Сендер дұрыс орындадыңдар деп ойлаймын. Төртінші тапсырмаға назар аударайық, балалар. Әр қатардан қыстырма сөзді тауып, астын сыз. Бірінші қатарда әрине, әркім, әрекет, шындық. Екінші қатарда бәсе, жеңеше, бәлкім, тайынша. Үшінші қатарда бірге, екеу, көрпеше, бірнеше сөздері берілген екен. Жас болсақ, балалар, дұрыс жауаппен тексерейік. Бірінші қатарда әрине, екінші қатарда бәсе, бәлкім сөздері қыстырма сөздер екен. Енді, балалар, қыстырма сөздер туралы қалай түсінгендеріңді мына бағдаршам арқылы бағалап жібере қойыңдар. Егер мен тығырыққа тірелдім, ештеңе түсінбей қалдым десеңіздер, бағдаршамның қызыл көзін белгілеңіздер. Ал егер мен түсіндім, бірақ барлығын емес десеңіздер, бағдаршамның сары көзін белгілеңіздер. Ал егер мен барлығын түсіндім және басқаға түсіндіре аламын десеңіздер, бағдаршамның жасыл көзін белгілеңіздер. Осымен, балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.